Аллах тағаланың кейбір есімдерін ата. Бұл жерде Әл-Хашр сүресінде келтірілген оның көркем есімдерін атауға болады. Аллах тағала былай деген: Хуаллаху аллази ла илаха иллаху алимул гайби ва шахада хуар рахманур рахим. Хуаллаху аллази ла илаха иллаху аль-маликул куддусус саламул муъминул мухайминул азизул джаббарул мутакаббир. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني ол Аллах одан басқа қосуға лайықты құдай жоқ. Ол көместі де, көрнеуді де біледі. Сондай-ақ ол аса мейірімді, ерекше рахымды. Ол Аллах одан басқа қосуға лайықты ешбір құдай жоқ. Ол патша, өте пәк, мінсіз, есендік беруші, қорғаушы, тым үстем, аса өктем, өте зор, басқалардан жоғары. Аллах олардың қосқан серіктерінен пәк. Ол Аллах жаратушы, жоқтан бар етуші және бейнелеуші. Оған ең көркем есімдер тән. Көктер мен жердегі әр нәрсе оны дәріптеп пәктейді. Ол өте үстем, аса дана. Әл-Хашр сүресі 22 және 24 аяттар.